Ардақты ағайын, өткенімізді байыптап қарар болсақ, арғы тегіміз түп тұқиянымыздың тарихы бай да терең. Қазіргі идеологиялық қол шоқпарға айналмайтын мамандардың пікіріне сөз берсек, арғы тарихымыз тіпті 40-60 мың жылдықтардың қойнауына кетеді. Адамзаттық алғаш өркениеттің алтын бесігінде тұрғанымызды мақтан тұтамыз. Тұңғыш президентіміз, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев қазақтың сүбелі тарихында қазақ ұялатын еш нәрсе жоқтығын әркез қадап айтып жүр. Және де бір лебізінде елбасымыз біз ұлан ғайыр байтақ даланы ақ білектің күшімен қорғап қалған батыр бабаларымыздың асқақ аманатына адал болуымыз керек деп ерекше атап өтті. Шүкір дейміз, әсіресе азаттық алғалы бергі уақытта өшкеніміз жанып, өлгеніміз тірілгендей күйге бөлендік. Алталаштың небір ардақтылардың есімі одан әрі жаңғырды. Ұрпақтың жадына бұрынғыдан да ұялай түсті, жүректерде жатталды. Біз осы арада қандай басшылық қызметте жүрмесін, ата дәстүрді аялап, ел ардақтыларының есімдерін ұлықтауға үлкен қамқорлық көрсетіп келе жатқан облысымыздың әкімі Серік Әбікенұлы Үмбетовке жұртшылықтың атынан ақ ниетті алғысымызды білдіреміз. Жазиралы жетісу жерінде Қадырғали Жалайыр, Ескелді, Балпық, Қабанбай, Сүйінбай, Бақтыбай, Ғали Орманов, Мұхамеджан Тырышбаев, Нұрғиса Тілендиев сынды біртуар перзенттермен қатар Қабан жырауды ардақтау тұрғысында көптеген игілікті шаралар тындырылды. Естеріңізде болса, Көксу ауданында бабамыздың 300 жылдығы жоғары деңгейде өз мәнімен сәнімен өтті. Есімі үлкен ұжымға, мектепке, көшелерге берілді, мүсіні сомдалды, мұражайы қамдалды, зерттеу кітаптары шығарылды, ескерткіші бой көтерді. Бүгін міне мәрмәр тастан қаланған аста кесене күмбезі салтанатты түрде ашылып отыр. Асанұлы Қабриса Қабан 18 ғасырда өмір сүрген. Асан айрықша бай болмаған, өзіндік ауқаты бар кісі көрінеді. Мал дәулет жинамаған. Елде бар болса ерінге тиеді, жалпыда бар болса жалқы аштан өлмейді дейді екен. Бұл кісінің туған жері сыр бойы көрінеді. Ол жақтан Жетісуға 1767 жылы көшкен деп көрсетеді шежірешілер. Қабан жырау өз дәуірінің биік ақыны. Атамыз небір ұзақ батырлар жырын таңды таңға соғып жатқа айтады екен. Кейде бұл дастанның көлемділігі сондай айлап жырланатын көрінеді. Соншама мол дүниені бірден бір рет кідіріп мүдірмей, еркін толғайтын болғандықтан жырау аталыпты. Өз айтқаны болмаса кісі тіліне көнбейтін ер жүрек, батыр да қайсар болғандықтан Қабан атаныпты. Жыраулық поэзияның түп қазығы ақыл-нақыл екені елге аян. Осы себепті Қабан жыраудың да шығармашылық туындылары көбінесе жақсылық пен жамандықтың ара қатынасын саралауға құрылған. Ақын өзінің бәріңдегі тыңдандар атты өлеңінде болыңдар тіршілікте тату тәтті, бір күні барамыз ғой көр аузына. Дүниеде ешбір қатер жуылмайды, әркім ие болып жүрсе өз аузына. Басында бәле адамның тілден болар, сол тілден ұрынады өз дауына. Әр адам өз аузына ие болса, әділдің жолығады қорғауына дейді. Расында, бар істің тетігі тілде екен ешқандай дау тудырмайды. Тілден келетін пайданы да, зиянды да ата-бабамыз жақсы білген. Сондықтан да тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деген. Жыраудың жыр толғауларын топтап жинауда, кітап етіп шығаруда жазушы Ораз Исмайыловтың еңбек ерекше екенін айта өтуіміз орынды. Сондай-ақ журналист жазушы Төлен Қауқымбаев, ғалым Сәрсенбі Дәуітов, тағы басқа да қаламгерлер де айтарлықтай үлес қосты. Ел алдында үлкен еңбек жасады. Қабан атамыздың бір пара өлеңдері тәлім-тәрбиелік мән мағынаға ие. Екі сөзбен айтсақ, халықтың терең пәлсапалық ойы мен педагогикасы қатар аралас айтылатыны байқалады. Ақынның тауып айтқан дер кезінде толқыған мұндай асыл дүниесі көнермейді. Бүгінде де оң мағынасын жойған жоқ. Ол тіл алсаңдар шырағым, өсек сөзді елеме, үйір болғын шырағым, жақсы сөзге өнеге. Тіршілікте сыйластың, дүние қайтып келеме, дүниеге сенім жоқ, мінезсіз бір күн кемеге. Айтар әркім білгенін, сөз ғып оны немене,
қағыспай халқын тек жүрсін, онан пайда өнеме. Өсек аяң сөз болса, жуытпағың денеңе, әділдің озар адымы, адал жан шығар төбеге деп толғайды. Елдің арасын алатайдай бүлдіретін өсек аяң екенін басып айтады. Айтулы жырау тыңдаушысын алыстан орап, тереңнен тербеп баурап алады. Бір артықшылығы қабанның толғауларында ұйқас үшін бос тұрғын жолдар кездеспейді. Тағы бір ерекшелігі, шығармасының бәрі де оқушысын ойлануға, бос жүріп, бос қыдырудан, уақытты бос өткізуден сақтандырады. Қабанның тарадай нәрседен таудай теңгедей, істен тебінгідей дүние тудыратын ақындық құдіреті аса ірі талант екендігін де мойындауымыз керек. Ол тамшыдан теңіз молайып, тарадай тастан зорайып, бірігіп үлкен тау болмақ, аз сөзден шатақ молайып, бара-бара зорайып, ұлғайып түбі дау болмақ деп толғаса, ел жұртты елірмеліктен, өркөкіректіктен сақтандырып, кішілік пен кішілікке шақырып тұр. Жамандық атаулы аяқ астында жақсылық жолы қиятас. Оған жетуге елдің ері, егеудің сынығы керек дейтіндей. Халқымызда тамшы тас деседі деген ұлағатты сөз бар. Бар нәрсенің түбі сол бір болымсыз нәрседен басталмақ. Қабан ақының ендігі бір керемет туындысы бақыт қайдан келесің және бақыт қайда барасың деп аталатын қарапайым тіршілік көзінен алынған драмалық тартысқа толы бас аяғы жұп-жұмыр әдемі дүниесі дер едік. Бір қысығы келе жатқан бақыттың жолы кетіп бара жатқан бақыттың жолымен қарама-қайшы. Ынтымағы қашқан елден кетіп бара жатқан бақыт, ынтымағы жарасқан елге келе жатады. Қариясын сыйламас, дүниені ойламас, жерден қашқан бақыт, қариясын сыйлаған, ертеңгісін ойлаған жерге келе жатыр. Қабанның бұл туындысының қымбаттығы сонда кім-кімге де түсініктілігінде ой дейміз. Қабан ешкімнен жеңілмеген ақын. Бізге ол мүсінің үш айтысы ғана жеткен. Біріншісі жастау кезінде ол тұмаршамен айтысып, оны жеңген. Одан кейін таутан қызбен сөз сайысына түскен. Осы айтыста арабша, парсыша, шағатайша сөзі көп. Ол сөздің терең мағыналары бар көрінеді. Өзінше бір әлем өте күрделі айтыс. Бабамыздың тағы бір жақсы қасиеті артында өз ұрпағынан шашасында шаң жұқпас ақындар өсіп өтті. Олар ұлы ақын Сүйінбай мен жеңілуді білмеген Сарыбас ақын. Осы екеуі де Қабан жыраудың туған жиені. Бұл турасында Кенен Ақсақал былайша толғайды. Ұстазы Сүйінбайдың Қабан ақын, бас иген ұлы жүзге тәмам ақын. Атағың үлкен адау Қабан жырау, Жамбылдың айтқан сөзі есте тұрау. Жиені Сарыбас ақын сөйлерінде әдеті мұртын қағып құлақ бұрау. Бұл жағдайды Сүйінбай да Сарыбас та мойындайды. Атақты суреткер ғұлама ғалым Мұхтар Әуезов Қабан өлең айтар алдында немесе айтысқа түсетінде ащы айқайға салады екен. Өзімен қағысуға, ұстасуға келген қарсылас ақынның зәре құтын сөйтіп алады екен дейді. Ал жұртшылығын қасиетті бабамызға деген өшпес құрмет қошеметтің арқасында кеселе күмбезі жарқырай көтеріліп отыр. Асылда ардақты бабаларымыз есімдерінің ел көгінде жарқырауы біздің ұлт болып, одан әрі үйісіп, алдағы ұлық істерге бір қолдың саласындай жұмыла ден қойғанымызды паш етеді. Мен бүгін алдарыңызда абыройлы осы шараны атқаруда бұрындық болып, бір кісідей атсалысқан біраз азаматтардың есімдерін ерекше атап өткім келеді. Олар облыс әкімінің орынбасары Серік Мұқанов, Алматы қаласы Алатау ауданының әкімі Бағдат Манзоров, абзал азаматтар Бағлан Мақұлбеков, Саржан Ержұманов, Ербол Бейсенов, Егінбаевтар әулеті және басқа да ағайындар. Ардақты ағайын, әруақ сыйлап, қабырғалы халқымыздың адами асыл құндылықтарын асырып жүрген баршаңызға береке бірлік, ғибратты ғұмыр тілеймін. Рахмет.